Достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен атым Бектас болады. Мен Қазақ Ақбас палатасының шығыс регионы бойынша амбассадоры болам. Бүгін 6 наурыз. Біз Ақмола облысы Новобратская ауылында Новобратская деген шаруа қожалығына келіп отырмыз мал алуға. Бұл ауыл біздің қожалықтан мөлшері 1,5-1600 шақырым жерде. Неге келдік? Неге мұндай алыс жаққа келдік десеңіз, енді осымен 2 айдың ішінде біз 5 областы аралап өттік. Көптеген шаруашылықтарды көрдік, жаңа малдарды қарадық. Содан кейін ең бастысы бізге шаруашылықтарға керек нәрсе бізге генетика. Мал тез салмақ қосу керек, ол породаға сәйкес болу керек, жаңағы түрі, беті, жаңағы салмағы. Сол шаруашылықтарды аралап жүріп, осы сондай жаңағы шешімге келдік. Осы Новобратскаяның жаңағы құнажын мен бұқаларын алуға. Жалпы, достар, елімізде шаруашылықтар өте көп, Ақбастың несімен айналысатын. Бірақ енді біз осылай уақытымызды аямай, әр облыста ең мықты деген жақсы шаруашылықтарды қарап, ең жақсы сондай мал алуға тырысамыз. Енді әр шаруашылық сондай жақсы мал алғысы келеді ғой. Сол бізде сөйтіп уақытымызды бөліп, 2 ай бойы бірнеше шаруашылықтарды қарадық. Шаруашылықты малды таңдағаннан кейін, енді ең қиын жері деп айтуға болады. Бұл қазір енді малдың документін жасау. Бізге шығыс регионына солтүстіктен жаңағы малды әкелу үшін өте көп құжаттарды жасау керек, жаңағы вакцинация жасау керек яшерға. Содан кейін малды жаңағы неструктурный белок яшерға тексереді дейді, напряженностьқа тексереді дейді. Ол жаңағы 9 ауруға қосымша тағы жаңағындай анализдер тапсыру керек. Соны өте көп тексерулер болады, өте көп құжаттарды жасау керек. Бірақ соның бәрін шыда кетіп соны біз жасадық. Бүгін міне бітірдік. Алла бұйырып, біз бүгін мына келдік. Документтеріміз бұйырса дайын. Қазір біз малды қараймыз, жаңағы таңдаған малымызды тексереміз, өлшейміз. Оның бәрін соңген жалпы шалмағын шығарып, төлемін жасап, алла бұйырса, малды тиіп үйге қайтамыз. Ал енді қазір малды қарап өтсек. Негізі шаруашылықта, әрбір шаруашылықта, осы Ақбаспен айналысатын шаруашылықтарда негізі, жаңа шаруашылықтың негізін құратын осы аталық бұқалар. Аталық бұқалардың жақсы болса, онда сен төлінде бұзауларын бәрі жақсы болады. Мына Новобратский осы шаруашылықтағы бұқалар, мына бұқаны былай қарасаң, 1,5 жастағы бұқа, 18-19 айлық бұқа. Салмағы мөлшері 650-700 килограмм болады. Может, оның үстінде. Бұл нені айтады? Бұндай жасында бізде негізі біз жақтағы шаруашылықтарды 1,5 жасар бұқалар енді мөлшері 350-450 килограмм болады енді ары кетсе. Мына бұқалар олардан енді 1,5-2 есе үлкен деп айтуға болады. Ол неліктен? Жақсы генетика. Селекциялық жұмыстар жақсы жүргізеді, жемдері жақсы, генетикалар жақсы. Сондықтан да шаруашылықтарға сол бір айтатын нәрсем, аталық бұқаларға аянбайық, жақсы жерден алайық. Сонда бізде бұзауларымызда, төлімізде, шаруамызда өте жақсы болады. Таза тұқымды Ақбас сиырлар туралы айтатын болсақ, ол жаңағы біздің Ақбас палатасының талаптары бойынша жаңағы мынандай болу керек. Кеудесі кең, басы ақ, мойында ақ желке пятно болу керек. Бетінде басқа посторонний қара, сары, андай цвет тоже пятна болмау керек. Түсі қызыл, соң кейін
Жаңағыдай сары, қоңыр, сондай в общем басқа цветтер болмау керек. Сонда палатаның Ақбас палатасының қойылып отырған нақты талаптары бар породаға. Сол мына малды қарасаңыз, бұл түгелі 100%, 100% сәйкес келеді. Осындай мал, міне, осындай малдан бізде жақсы асыл тұқымды таза Ақбастың бұзауларын алуға болады. Достар, біз бәріміз Ақбас ұстағаннан кейін біз сол ет бағытында жұмыс істейміз. Бізге ең бастысы бұзаулар тез-тез өсіп, соңын жақсы салмақ көрсету керек. Сондықтан бұл мал біз қазір алатын, ол бордақыға емес, ол сойыға емес, бұл малдануға алып жатырмыз да. Бұдан біз төл аламыз, бұқаларды аталық қып өзіміздің жаңағы құнажындарға қосамыз. Біз малды таразыға кіргіздік, 124 құнажын, сон 23 бұқаны тараздан өткіздік. Шамамен 2-3 сағаттай уақыт кетті. Әр малды тараздан өткізіп, номерларын қарап, тексеріп, малды бөліп қойдық. Қазір документтерін жасап жатыр Александр Владимирович. Документтер дайын болғаннан кейін біз тағы да мына бір-біріміздің жаңағы нені тексереміз, жазуларымызды. Содан кейін малдың жалпы салмағын шығарып, банктен несін төлеп, төлемі шыққаннан кейін бұл кісіге көрсетеміз де, ары қарай малды тие беруге барамыз. Бұйырса, міне келесі бір 2 сағаттың ішінде осы бәрі жұмыстарды бітіріп, бұйырса үйге қайтамыз. Загони, пускай стоят. Біздің күн осы шаруашылықта аяқталды, малды тиедік, документтеріміз дайын, төлем жасадық, болды, үйге қайттық. Енді бір айтарым, шығысқа немесе оңтүстікке, солтүстіктен мал алатын болсаңыздар, ең бірінші документтеріңізді жөндеп алыңыздар. Әйтпесе, осындай шаруашылықта біраз уақытқа күтіп тұрып қалуларыңыз мүмкін. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.